Біреулер ерен еңбек пен табандылықты ертегі сияқты етіп айтады. Бірақ сол ертегінің шын кейіпкері болған жандар да бар. Соның бірі Бекзат Саттарханов. Қайсар мінезі мен еңбек қорлығын бүгінгі буынға үлгі етіп айтуға әбден лайық. Жақында белгілі боксшы, 2 дүркін олимпиада жүлдегері, әрі тұңғыш әлем чемпионы Болат Жұмаділов журналист Нұрсейіт Жылқышыбайға берген сұхбатында көптің көзі көрмеген, құлағы естімеген естеліктермен бөлісті. Айтуынша Бекзат тек рингтегі мықтылығымен емес, жан-жақтылығымен, өнерге де жақындығымен ерекшеленген. Ол гитара тартып, ән айтып, спорттың сыртында да көп қырымен көзге түскен. Бірақ оның басты қасиеті еңбек сүйгіштігі еді. Жұмаділовтың айтуынша, Бекзат жаттығуларда өзін аямаған. Тіпті кросс жүгіргенде аяғына қорғасын тағып алып, өзгелерден алда жүрген. Осындай табандылықтың арқасында ғана ол алтын медальға қол жеткізді. Бұл жай ғана талант емес, маңдай тердің нәтижесі. Сол жылдары құрамада Нұржан Каримжанов, Серік Елеуов, Олжас Оразалиев, Мақсат Бақтыбазаров, Бауыржан Қайырменов сияқты мықтылар болды. Бірақ Бекзат бәрінен оза шауып, 57 келі салмақта бірінші нөмірлі спортшы атанып, олимпиадаға жолдама алды. Жұмаділов екеуі талай рет спаррингте шығып, бір-бірінің шеберлігін шыңдап отырған. Шынымен де мұндай өмірлік мысалдар бізге үлкен сабақ. Қазір көп жастар жеңіл жолмен жетістікке жеткісі келеді. Бірақ Бекзат сияқты еңбек етпейінше шынайы жеңіс те, шынайы құрмет те болмайды. Оның әр жетістігінің артында таңмен таласа тұрып, аяғына қорғасын тағып жүгірген табандылығы жатыр.